Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен инстастористе фото үстіне фото қою функциясымен бөлісетін боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Инстаграмға кіріп, инстасториске кез келген фотоны жүктеңіз. Мен өзіме ұнайтын қоңыр түсті фонды жүктеуге бел байладым. Сіздер де жүктеп алыңыздар. Фонды жүктеп аламыз. Сонан соң кез келген тағы да 2-3 сурет қойсаңыз да болады бетіне. Мен 2 суретті жүктеймін осы функция арқылы. Және де қайырлы таң, қайырлы күнге арналған стори жасаймыз бүгін. Үстін осылай 1-2-3 рет бассаңыз әртүрлі пішінге өзгереді. Мен домалақты жасағанды құп көрдім, себебі домалақ әдемі көрінеді. Тағы да бір сурет жүктеймін. Енді қайырлы таң немесе қайырлы күн деп астына жазу жазсаңыз өте әдемі кетеді. Екі жағына 2 нүкте қоямын, себебі жазуымды ерекшелеп, әдемілеп көрсетеді. Қайырлы таң. Үлкейтіп кішірейтсеңіз де болады осы жазуыңызды. Және де тағы да жаңағы функцияны пайдалану арқылы стикерлерімізді жүктейміз. PNG форматтағы стикерлер бар менде, қазір жүктеймін. Таңғаз және де күлімде деген стикерлерді жүктейміз. Жалпы бұндай стикерлерді Telegram каналда сохранить в загрузке деп бассаңыз жүктелетін болады. Описаниеде және де каналда ссылкасын қалдырамын Telegram каналдың. Тіркеліп стикерлерді алсаңыз болады. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз YouTube'ға. Қош сау болыңыз.